Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз өте дәмі керемет боп шығатын таңғы асқа құймақ жасайтын боламыз. Құймағымызға керекті заттарды: жұмыртқа, ұн, сүт керек болады. Алдын ала сүтті құйдым. Және де тұз салып, ас содасынан салатын боламыз. 4 жұмыртқа салдым. Және де жақсылап араластыратын боламыз. Осылай. Сосын ұн салатын боламын. Осылай дайын болып шықты. Енді қызып тұрған ыдысымызға майымызды құйып, және де құймағымызды пісіріп аламыз. Осылай көлемде болып шығады. Екінші бетін ауыстыратын боламыз. Қып-қызыл әдемі болып шықты, мінекей. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Дилбар Еркінбекқызы. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.